16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай біздің музейімізде бейбітшілік ел тілегі атты музей сабағы жүргізіліп жатыр. Мына сіздердің алдарыңыздағы тарихи диорамалардың авторы Саран қаласындағы 44-803 әскери бөлімінің Ақтас кентіндегі зениттік зымырандық дивизияның командирінің тәрбие және идеологиялық жұмыс жөніндегі орынбасары майор Бахтияров Рамазан Бахтиярұлы. Рамазан Бахтиярұлы, біздің бүгінгі сюжетімізге қош келдіңіз. Енді өзіңізге сұрақтарымыз бар. Сол сұрақтарға жауап берсеңіз. Осы диорамаларды жасауға сізге не ықпал етті? Осы диорамаларды жасауға менің осындай ойым болды. Қалай сарбаздарға тарихты жатқызу, біздің отанды білу керек, біздің тарихты, біздің батырларды. Сол үшін жасадым осы диорамаларды. Ең керемет нәрсесі, сарбаздар бірге жасаймыз барлығымыз. Өздері көреді, қандай сарбаздар болды, қандай соғыс болды, қандай батырлар болды, қалай жеңдік, қандай қиыншылықпен жеңдік. Солардың арқасында біздер митингке апарамыз, көрсетеміз, оқушыларға өткіземіз сабақ, сарбаздар алып бірге алып. Олар айтып береді, мен жасадым сарбаздар. Осындай шайқас болды, осындай біздің батырлар қатысты, осы біз батырлар жеңді, жауды. Осы тәуелсіздігімізді сақтап қалдық осылардың арқасында деп айтады сарбаздар. Иә, дұрыс айтасыз, Бахтияр мырза. Шынымен де тәуелсіздік бізге оңайлықпен келген жоқ. Бұл жерде енді көптеген биылғы жыл біз білеміз, Ұлы Отан соғысындағы ұлы жеңіске 80 жыл толып отыр. Әрине, бұл тәуелсіздікке қандай қатысы бар деуді мүмкін. Бұл диорамалардың барлығының негізгі мақсаты ел үшін, жер үшін, отан үшін, тіл үшін арпалыс болды, Сол себепті де мына жердегі соғыстар, сол соғыс бүгінгі күнде сол қателік қайталанбасын. Соғыс бұл әрине, бұл үлкен қателік. Сол себепті де сіздің атқарып жатқан жұмысыңыз, мен ойлаймын, бұл патриоттық сезім, отанға деген сүйіспеншілік, жас сарбаздардың, яғни отан алдындағы өздерінің борышын өтеуге келгеннен кейін, ол біздің тарихымызды білу міндетті. Осы жолда сіз өте көп еңбек сіңіріп жатсыз. Сіздің еңбегіңізге мен ризамын, әрі сізге мол табыс тілеймін, еңбегіңіз жана берсін. Мінекей қаншама сіздің қол астыңыздағы сарбаздарымыз сізге рахметін айтып жатыр. Өзіңіз айтып жатқандай, ол бір диораманы жасау үшін сіздер қаншама зерттеу жұмысын жүргізесіздер, қаншама фильмдер көресіздер, қаншама әдебиеттер оқисыздар. Ол балаларға жаңағы соғыс туралы білуге, қандай соғыстар болды, ол соғыста не үшін адамдар соғысты, кіммен кім соғысты деген сияқты біздің қазақстандық қаншама батырларды білуге ол өте үлкен жол деп ойлаймын. Сол себепті сізге тағы да бір сұрақ, барлық көрермендердің келген бетте сұрайтын сұрағы, ол бір диораманы жасауға қанша уақыт кетеді дейді. 2 айдан жарты жылға дейін кетеді жасау үшін. 2 айдың ішінде істеуге болады, 1 айдың ішінде бітіріп тастауға болады. Себебі мен 1 айдан мысалы бір танкін сатып аламын, мысалы бағасы 10 мың теңге тұрады, немесе әскер сатып аламын, пехотаны, жер әскерді, самолет сатып аламын, крас сатып аламын. Сол 1 айдан жай жинап, сөйтіп жарты жылдың ішінде сатып аламын, барлығын істеймін. Полкын табу өзі қазір қиын. Әрине, свет өткізу керек, артыңғы суретін табу керек, ұзын панорама сурет керек бізге. Себебі кішкентай болмайды, соны қиын табу. Осылай. Жарты жыл ішінде сіз осындай бір диораманы жасап шығасыз. Әрине, сіздің алдада көптеген мақсаттарыңыз бар. Бұл жолда жасаймын деген сол мақсаттарыңызға жетуіңізге біз тілектеспіз. Сізге көп рахмет. Осындай мінекей музей сабағын өткізіп, барлық көрермендерге ұнап жатыр, келіп жатыр жазылып, біз көрейік деп едік деп, арнайы осы музей сабағына жазылып жатқандар көп. Сондықтан сізге үлкен табыс тілейміз, еңбегіңізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Бүгінгі сұхбатқа келіскеніңіз үшін көп рахмет. Сізге рахмет шақырғаныңыз үшін.